Мұхтар Шаханов. Мұхтар Шаханов 1942 жылы 2 шілдеде Түркістан облысының Төле би ауданындағы Қасқасу ауылында Шаханов Қыпшақ тайпасы Торы руы Көкмұрын бөлімінен шыққан. 19 сәуір 2026 жылы Алматы қаласында дүниеден өтті. Қазақ ақыны, драматургі, қоғам қайраткері, Қазақстанның еңбек ері, Қазақстанның халық жазушысы және Қырғызстан халық ақыны. Әкесі Досбол Шаханов. Шығармашылық мансабы 1960 жылдан 1965 жылға дейін ол Оңтүстік Қазақстан 65-70 жылдары Лениншіл жас газетінде жұмыс істеді. 1969 жылдан бері Шаханов КСРО жазушылар одағының мүшесі еді. 1971 жылдан 1975 жылға дейін Шаханов республикалық телевизия, радио редакцияларында жұмыс істеді. 84 жылы ол Жалын Альмаханның бас редакторы, 86 жылы Жалын журналының бас редакторы қызметін атқарды. Ол бір кездері Жалын журналының бас редакторы, әлем ойшылдарының басын біріктірген 21 ғасыр және руханият атты халықаралық элита клубының президенті және Қазақстан жазушылар одағы басқармасының хатшысы еді. Ал саяси мансабына келетін болсақ, 76 жылдан Шаханов Қазақ КСР министрлер кеңесінің баспа, полиграфия және кітап саудасы жөніндегі мемлекеттік комитетінде бөлім бастығы болды. 1978 жылдан КСРО жазушылар одағының пленум мүшесі еді. Шаханов 1986 жылы Қазақстан жазушылар одағы басқармасының хатшысы болса, 88 жылы Қазақ КСР-ындағы тұңғыш құрылған экологиялық қозғалыс, Арал және Балқаш проблемалар жөніндегі қоғамдық комитеттің төрағасы атанды. Кейін 89-91 жылдары КСРО жоғары кеңесінің мүшесі болды. 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы. Желтоқсан көтерілісіне тікелей қатысушы болмаса да, Мұхтар Шаханов оқиғаның шындығын ашуда басты рөл атқарды. 1989 жылы КСРО халық депутаттарының бірінші съезінде Мәскеу желтоқсан оқиғасын алғаш рет одақтық деңгейде көтеріп, ресми ұлтшылдық деген бағаны жоққа шығарды. КСРО билігі жүріп тұрған кездің өзінде ОК саяси бюросында одақта бірінші боп саяси айып тақты. Оның бастамасымен Қазақстанда желтоқсан оқиғасын зерттеу комиссиясы құрылды. Шаханов оның төрағасы болды. Комиссия құпия құжаттарды ашып, 8 мыңнан астам адамның ұсталғанын, 90-нан астам адамның сотталғанын дәлелдеді. Бұл желтоқсан құрбандарының ақталуына негіз болды. Шыңғыс Айтматовпен достығы. Мұхтар Шаханов 1968 жылы Мәскеуде жас ақындар жиынында қырғыз ақыны Жолон Мамытов арқылы танысты. Шыңғыс Айтматовпен танысып, қос бәйтерек достығы деп аталатын берік байланыс орнатты. Екеуі бірлесіп Құз басындағы аңшының зары кітабын жазып, көптеген тілдерге аударылды. Құз басындағы аңшының зары толық атауы Құз басындағы аңшының зары немесе ғасыр айрығындағы сырласу. Шыңғыс Айтматов пен Мұхтар Шахановтың бірлесіп жазған рухани философиялық эсселер жинағы 97 жылы жарық көрген 352 беттен тұрады. Бұл кітап екі дос ақынның диалог түрінде сырласуынан тұрады. 1992 жылы Шаханов Олжас Сүлейменовпен бірлесіп Халық Конгресс партиясын құрды. Бірақ екі тілде тәрбиеленген екі тұлға арасында ұлттық мүдде мен ағым жүйелі көзқарас таба алмағандықтан партия ұзақ ғұмыр кеше алмады. 93 және 2003 жылдары Қазақстанның Қырғызстандағы төтенше және уәкілетті елшісі қызметінде болды.
2001 жылдан ол 21 ғасыр мен және руханият атты халықаралық элита клубының президенті болды. 2004 жылдан ол мемлекеттік тіл қоғамдық қозғалысының төрағасы еді. 2004-2007 жылдары Шаханов Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты қызметін атқарды. 2010 жылдан ол тәуелсіздікті қорғау атты 50-ден астам қоғамдық ұйымдардың, партиялардың, баспасөз орындарының басын қосатын халықтық демократиялық қозғалыстың төрағасы және республикалық жалын журналының бас редакторы қызметін атқарды. Шығармаларына келетін болсақ, алғашқы өлеңі Сырдария 59 жылы жарияланды. Тұңғыш өлеңдер жинағы Бақыт 1966 жылы жарық көрді. Балладалар 1968 жылы. Ай туып келеді 70 жылы жарық көрді. Қырандар төбеге қонбайды 74 жылы жарық көрді. 1976 жылы Сенім патшалығы атты кітаптар шықты. Бірнеше өлең кітаптарының және халық арасында кең тараған бір қатар әндердің авторы, балладалар мен поэмалары дүние жүзі халықтарының 20-дан астам тілдеріне аударылған. Өлеңдерінде философиялық ой басым, мәтінінде музыкасында өзі жазған. Жұбайлар жыры, туған күн кешінде, гүл дәурен, мен саған ғашық едім атты әндері жұртшылыққа кеңінен таныс. Махаббат заңы, Сенім патшалығы, Сократты еске алу түні атты драмалары республикамызда және шетел театрларында қойылған. Шыңғыс Айтматовпен бірлесіп жазған Құз басындағы аңшының зары атты эссе кітабы мен Сократты еске алу түні атты драмасы көптеген тілдерге аударылған. Шыңғыс ханның пенделік құпиясы драмалық туындысы негізінде Украинаның Давженко атындағы киностудиясы 2 сериялы телефильм шығарды. Шахановтың өркениеттің адасуы, Жазагер жады, Шыңғыс ханның пенделік құпиясы атты романдары ЮНЕСКО шеңберінде қаралып, әлемдік деңгейде қызу пікірталас тудырды. Оның шығармалары дүние жүзінің 50-ден астам тілдеріне аударылды.